Облысындағы заңды тұлғалар үшін коммуналдық төлем құны бірнеше есеге қымбаттады. Енді іскер азаматтар бизнесті өркендетуіміз қиындайтын болды деп алаңдаулы. Істің мән-жайын анықтауға кіріскен кәсіпкерлер палатасы бүгін қос тараптың басын қосты. Ардақ Асылханұлы жалғастырсын. Коммуналдық төлем құны бірден 6 бірдей елді мекенде көтерілген. Жезқазған, Балқаш, Приозерск қалалары мен Қарқаралы, Абай, Ақтоғай аудандарында. Айталық, Жезқазған қаласындағы жалғыз жүзу бассейн ұстап тұрған кәсіпкер өткен жылы коммуналдық төлемге шамамен 700 мың теңге төлесе, биыл 3,5 миллион теңгеге, яғни 5 есеге өсіп кеткен. Ал Абай ауданында жылу 3 есеге қымбаттапты. Ең сорақысы баға заңсыз көтерілген. Қазір бұл іске облыстық прокуратура араласты. Практически увеличение тарифов. Ең бастысы тұрғындар үшін коммуналдық төлем құны қымбаттаған жоқ. Бағаны сақтап қалуға барымызды салдық. Ал кәсіпкерлердің мәселесі әлі де ашық күйінде қалып отыр. Біз олардың арыз шағымдарын ескерусіз қалдырған емеспіз. Қазір бұл мәселемен прокурорлар айналысып жатыр. Кәсіпкерлердің арыз шағымдары қанша талқыланғанмен жиынға қатысушылар ортақ мәмілеге келе алмады. Істің ақ-қарасы құзырлы органдардың тексерісінен кейін ғана белгілі болмақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Хабар, Қарағанды облысынан.